Сәлеметсіздер ме, менің өнерсүйетін оқырмандарым. Бүгін сіздермен осындай шешен құрақ құрайтын боламыз. Яғни шешен құрақ немесе вагон құрақ дейді. Алдымен лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл құрақты құрау үшін бізге шыт мата және екі түрлі мата қажет. Сонымен қатар шыт матамның ұзындығы 16, ені 8 см. Мен ақ және көк түсті мата алдым. Онда бұл жердегі ақ матаның глянцевый велюр, ал көгім матовый турецкий велюр. Екі түрлі. Осы пагон құрақты құрайтын кезде осында екі түрлі қылып алған дұрыс. Ең бірінші матамды өзіне тігіп алам, одан кейгісін үстіне жапсырмалап отырып тігемді, сосын кейін ашам. Әдеттегідей құрақ әр лентаны салған сайын матамыздың түгін ескереміз, яғни матамыздың түгін төмен қаратамыз. Осыны жазып алып, үстіне салып кетсеңіз де, бірден салып тіксеңіз де болады. Мен дүзу шығу үшін осыны өзінің бірінші астындағы шыт матама тігіп алам. Келесі көк, яғни осы көк пен ақты алмастыра отыра, яғни кезек-кезек 5 қатар жүріп өтем. Яғни бұл құрақтардың басын біріктіре келе өте әдемі қазіргі таңдағы жаңа үлгідегі құрақ көрпе тігуге болады. Енді осындайдан бірнеше табақша жасаймын. Бұл жалғыз осы пагон құрақтан ғана емес, осымен қатарласа, жаңағы ши құрақтан да бірнеше табақша жасап, солардың басын біріктіріп, әдемі көрпе құрып шығуға болады. Алдағы уақытта сабақтарымда тағы да көрсететін болам. Бүгінгі сабағымда тек қана пагон құрақты құрауды көрсетем. Мінекей, өзін жазып, тағы да астындағы шыт матаға жүріп өтем. Бұл негізі жүріп өткен осылай, бір жола үстіне мата қойып жүргеннен гөрі осылай жеке-жеке жүріп, қайра тіккен дұрыс. Осылай тігуге ерінбеңіздер. Өйткені екеуін беттестіріп барып тіксеңіз бірден, онда кішкене астындағы шыт матамыз іркіліп қалуы мүмкін. Сондықтан да ашып, ерінбей, бір жүріп өтіп, сосын кейін барып келесі матаны. Мінекей, шетін бір тігіп өтем. Міне осымен пагон құрағымыздың бір табақшасы бітті. Осындай бірнеше табақша керек бір көрпені құрау үшін. Жалпы алдағы уақытта бір көрпеге қанша табақша кететін, қанша ши құрақтан құралған құрақтан қанша табақша кететін алдағы уақытта айтатын болам. Менің сабағыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.